Қош келдіңіздер менің каналыма. Мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Бүгінгі тақырыбымды ВНЖ туралы айтқым келіп жатыр. Себебі ВНЖ-ны толтыруға келгенде көп агентстволар бар екенін мен таныстым. Ол агентстволар сіздің документіңізді өздері толтырып, сіздерге ВНЖ-ны басыңызды қатыртпай, ешқандай без проблем дейді ғой, толтырып береміз деп, өздерінің услугаларын ұсынатын, қызметтерін ұсынатын агентстволар көп. Бірақ мен бірінші осы көрейінші, ол не деген нәрсе екен, мүмкін мен өзім толтыра алатын шығармын деп, жаңағы толтыру жолын қарастырдым. Соны мен өзім танысып көргеннен кейін ол ВНЖ-ға құжат тапсырудың ешқандай да қиындығы жоқ екеніне көзім жетті. Сондықтан осы тәжірибемен бөліскім келіп жатыр. ВНЖ-ны толтыру үшін бірінші e-икамет деген сайттан бастауымыз керек. e-икамет деген ол миграционный службаның официальный Түркияның сайты. Сол сайтқа кіріп, сіз өзіңіздің ВНЖ түріне байланысты қандай құжаттар керек екенін толық танысуыңызға болады. Өзі ВНЖ-ның түрлері бар. Ол ВНЖ-ның жиі толтырылатын түрлеріне бір кішкене қысқаша тоқтап өтейін. Бірінші ол семейный ВНЖ. Егер күйеуі немесе әйелі түрк азаматы болатын болса, оның жұбайы немесе күйеуі оның түрк мемлекетіне семейный ВНЖ толтыруға құқығы бар. Екінші ВНЖ ол краткосрочный ВНЖ дейді. Ол бұл ВНЖ-ға егер Қазақстан азаматы осы Түркияда квартираны арендаға алып, ол аренданың договоры болып ұзақ мезгілге құжаттары болатын болса, осы қысқа мезгілді ВНЖ-ға толтыруға болады. Және егер Қазақстан азаматының Түркияда жылжымайтын мүлігі болса, онда ол да осы қысқа мезгілді ВНЖ-ға документ құжат тапсыруына құқығы бар. Келесі ВНЖ-ның түрі ол студенческий ВНЖ дейді. Егер бала оқуға университетке келіп, сол жерде оқимын дейтін болса, онда студенческий ВНЖ толтырылады. Соған заявкасын береді. Және тек қана университет емес, тіл курстарына келген жастар да осы студенческий ВНЖ-ға документ толтыруына болады. Сонымен неден бастаймыз? Бірінші e-икамет сайтына кіресіздер, сөйтесіздер өзіңіздің таңдаған ВНЖ-ңызға байланысты, сізге лайық ВНЖ-ға байланысты қандай құжат керек екенін мұқият қарап аламыз. Өзімізге қағазымызға жазып аламыз. Сөйтемізде әр қажет деген құжатты мұқият дайындаймыз. Оны дайындамай ешқандай да сіз икамет ала алмайсыз. Себебі мүмкін ол да дұрыс шығар, енді білмеймін, оны айта алмаймын, но Түркияда бюрократия деген өте мықты. Бізде егов, Құдайға шүкір, еговымыз бар. Бір жерге барып, бүкіл құжаттарымызды бір мезгілде толтыра аламыз. Бұл жерде әр өзінің услугасының өздерінің бөлек-бөлек сайты бар, және бюрократия деген мықты. Кез келген қосымша қағаздар, қосымша жаңа сайтта көрсетілген құжаттардан басқа құжаттар сұрау салуы ғажап емес. Сонымен бірінші паспорт. Паспорттың бірінші беті және Түркияға кіргендегі датасы көрсетілген таможняның печаты бар бетінің копиясы керек. Екінші 4 биометриялық фотография. 4 дана. Ол биометриялық фотография деген жаңағы сапалы фотосалонда жасалу керек. Себебі егер суретіңіз электронный вариантта болу керек, егер суретіңіз стандартқа сәйкес келмесе, онда сіз сайтта толтырған кезде, суретті енгізген кезде қате деп шығару мүмкін, қабылдамау мүмкін. Сондықтан бірден сапалы фотосалонда сурет жасауға тырысыңыз. Келесі ол медицинская страховка дейді. Сақтандыру, медициналық сақтандыру қағазы керек.
Ол медициналық сақтандыру қағазының жаңағы қамту мерзімі сіздің сұрап отырған ВНЖ-ның срогына сәйкес болу керек. Егер сіз ВНЖ-ны 6 айға сұрасаңыз, страховкаңыз 6 айға болу керек. Если 1 жылға сұрасаңыз, страховкаңыз 1 жылға жарайтын болу керек. Себебі ол да маңызды. Келесі, қазір соңғы кезде декларация о доходе сұрап жатыр дейді. Ол декларация о доходеде сіздің кірісіңіз қандай, қай жерден табасыз, ол кіріс, ол айлық па, немесе тағы басқа доходтар ма, сол туралы анкетада сұрақ болады. Сол сұрақты толтыруыңыз керек жауабын. Және олар көчке миграционный службаға барғанда ол сумманың подтверждениясын қағаз түрінде сұрап қалуы мүмкін. Сондықтан қағазын да алып баруыңыз керек. Қандай доходыңыз бар екен, если счетыңыз болса, қандай счетта қанша ақша бар екеніңізді көрсетуге сіз дайын болыңыз. Келесі, жаңағы арендаға квартира алған адамдар документ тапсыруға құқылы деп айттым, бірақ оның да бір нюансы бар. Егер сіз квартираны арендаға алсаңыз, ол арендатор мен арендодательдің арасындағы, жаңағы пәтердің қожайынның арасындағы шарт міндетті түрде нотариалды заверять етілу керек, нотариалды бекіту керек. Себебі онсыз қазір ВНЖ-ға документ қабылдамайды. Келесі, егер жылжымайтын мүлігі бар адамдар болса, мысалы тапу деген жылжымайтын мүліктің документі. Ол туралы да бір бағдарлама жасармын. Тапуы бар адамдар тапудың копиясын апару керек. Сонымен сол құжаттарды жинап, сайтта анкетаны толық толтырып, сайтта көрсетілген өзіңіз ұсынған телефон номеріңізге SMS хат келеді. Ол SMS-та қай уақытта документтеріңіздің қағаз вариантын көчке апару туралы датасы, жаңағы күні және уақыты белгіленген болады. Сол күні уақыты сіз баруыңыз керек. Және де атап өтетін жағдай, сіз деген миграционный службаға жаңағы көчте икаметтегі документіңізді толтырған кезде өзіңіздің электронный почтаңызды көрсетесіз, электронный поштаңызды. Қазір соңғы жаңағы хабарландыруға қарай электронный почтаңыз Mail.ru болмау керек. Mail.ru-ды уже қабылдамайды. Басқа почталарыңыз көрсетуіңіз керек болады. Одан кейін сіз көчке документтеріңізді апаратын күніңізді белгілі болып, сол күні бүкіл қағаздарыңызды апарып тапсырасыз. Тапсырғаннан кейін сіз үйде отырып, жаңағы икамет сайтындағы, икамет сайтындағы сіздің документіңіздің жағдайын бақылап тұруға болады. Яғни ол әлі обработкада ма, құжатыңыз дайындалып жатыр ма, жаңағы одобрен, не одобрен, оның барлығын сол икамет сайтынан сіз бақылап қарап отыра аласыз. Одан кейін, егер барлығы дұрыс өтіп, құжаттарыңыз бәрі дұрыс болып, жаңағы икаметтің сайтында сіздің документіңіз одобрені деп айтылатын болса, онда сіз деміңізді терең алып, үйде отырып, жаңағы икаметіңіздің ВНЖ-ның документін үйге почта арқылы алып келгенін күтетін боласыз. Үйге сізге алып келеді конвертте, және ол пошташы сіздің қолыңызға береді. Қолма-қол сіз қолыңызды қойып, сол икаметтің удостоверениясын қабылдап аласыз. Сонымен мен қысқаша айтып өтуге тырыстым. Егер сұрақтарыңыз болса, жауап беремін, жазыңыздар. Пайдалы болсам, лайк қойыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Келесі бағдарламамда да осындай бір жақсы мәліметтер, пайдалы кеңестер айтуға тырысамын. Себебі ешкімнің қалтасында артық ақша жоқ деп ойлаймын. Бұндай құжаттарды біз өз бетімізбен толтыра аламыз, одан қорықпаңыздар. Бүкіл ережелер қалай толтыру керек екені,
қандай жауаптар болу керек екені барлығы да сол e-икамет сайтында толығымен көрсетілген, және орыс тілінде де бар. Сондықтан аса қиналмайсыз. Орыс тіліндегі парағын ашып, соны мұқият толтырсаңыз, ешқандай проблема болмайды. Ал осымен жақсы, сау болыңыздар. Пайдам тиді деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.